Бағдарламалы пәні бойынша 10-шы дәрісімізді бастаймыз. 10-шы дәрісіміздің тақырыбы қайталау саны белгілі циклдық алгоритмдер. Бұл дәрісте қарастыратын сұрақтарымыз: for параметрлі цикл операторы, for операторын ұйымдастыру жолдарына мысалдар қарастыру. Егер программада қандайда бір операторларды бірнеше рет орындау қажеттігі пайда болса, онда қайталау операторы қолданылады. Паскаль тілінде қайталау немесе циклдық құрылымды алгоритмдерді ұйымдастыруға 3 түрлі оператор бар. Міне алдарыңызда көріп тұрғандай, қайталау операторының 3 түрі бар. Біріншісі ол for параметрлі цикл операторы, екіншісі while алдыңғы шартты цикл операторы, үшінші repeat кейінгі шартты цикл операторы. Программада қайталау саны алдын ала белгілі болған жағдайда ақпаратты циклды үрдіспен өңдеу үшін for қызметші сөзі арқылы for параметрлі цикл операторын біз қолдана аламыз. Қайталау саны басқару айнымалысы немесе цикл параметрі деп атайды. Енді циклдық for параметрлі операторымыздың бізде диаграммасы мынандай түрде болады. Бұл жерде бірінші for қызметші сөзін қолданамыз. Қандайда бір өрнегіміз жазылады. To қызметші сөз қолданып, одан кейін келесі өрнегім жазылады. Do орындау деген қызметші сөзі қолданады. Бұдан кейін келесі операторлар тізбегі орындалуға кете береді. Енді жаңағы диаграммада көрінгендей, біз жаңағы for операторын біз мына түрде жазамыз. Яғни for цикл параметрі жазылады, содан кейін n1 to n2 do. Яғни n1-ден бастап n2-ге дейін орындаймын. Ары қарай келесі оператор орындалады. Екінші түрі for тағы да цикл операторын көрсетеміз. n1 down to n2 do. Яғни n1-ден n2-ге дейін есепті орындайды. Ары қарай келесі операторлар тізбегі көрсетеді. Мұндағы жаңа айтып қалғанымыз for дегеніміз үшін, to дегеніміз дейін деген мағынаны білдіреді. Do деген сөз осы аралыққа дейін орындау деген сөзбен түсіндіріледі. Цикл параметр дегеніміз не? Бұл циклды басқару айнымалысы integer, яғни бүтін типті кез келген тип болады. Ал n1, n2 деп отырғанымыз бұл циклдың бастапқы параметрі және циклдың соңғы аяқталу параметрін көрсетеді. Ал оператор дегеніміз не? Циклдың жаңағы денесі қарапайым немесе құрамы операторлардан тұруы мүмкін. Енді for операторының тақырыбымен нені анықтайды? Біріншіден, for операторы басқарушы айнымалы мәндерінің өзгеру диапазонын және цикл ішіндегі операторлардың қайталау санын көрсетеді. Екіншіден, for операторы айнымалының мәнінің өзгеру бағытын көрсетеді, өсуін немесе оның керісінше кему жағдайларын қарастырамыз. Енді мысал қарастырайық. For i тең болады 1-ден to 100-ге дейін орындайды. Яғни бұл дегеніміз массив элементтерін оқу үшін біз мынау жолды қолдануымызға болады. Екінші тура осындай, бірақ бұл жерде массив элементтерін экранға кемел түрде шығарып көрсетеді. For операторының орындалу тәртібіне тоқталайық. For операторына бірінші тілдескенде алдымен жаңағы бастапқы және соңғы мәндерін көрсетуіміз керек. Содан кейін бар экранда мынау түрде біз жаза аламыз шартты. Мысал көрсетейік. Мысалы, for i тең 1-ден 5-ге дейін қадам көрсетілген. Операторлық жақша ішінде біз a және b-ның формуласын жазып қоямыз. Яғни, бұл жердегі a деп отырған a-ға 2 i көбейтіліп, a-ға меншіктеліп тұр. Және b айнымалысына 2 i-ға 1 қосылып, b-ға меншіктеледі. Экранға врайтылны операторын қолданып, нәтижелерін экранға шығарамыз. Енді бұл жерде цикл денесі бізде 5 рет қайталанады. И сол 5-ке дейінгі мәндерді қабылдап, а мен b-ның мәнін бізге есептеп береді. Міне, и 1-ден 5-ке дейінгі мәндерді қабылдайды. А мен b-ның формуласына i-дің орнына i-дің мәндерін қойып, экранға 5 рет цикл айналғанша есептеп береді. 5 цикл денесі соңғы 5-ке келген кезде біздің цикл тоқтайды. Осы программаның үзіндісін енді тура кем ретімен ұйымдастырамыз. Кем ретінде бұл жерде енді біз down to деген қызметші сөзі қолданамыз. Тура сол формуламен бізге экранға керісінше 5-тен 1-ге дейін кемітіп экранға шығарып береді. Басқарушы айнымалының мәндерінің өзгеру диапазоны өрнекпен берілуі мүмкін. Ал цикл орындалмас бұрын
бір рет есептеледі де цикл қайталау саны бізге анықталып экранға шығады. Енді жаңағы for операторының жазылу үлгілерін бірнеше нұсқаларын көрсетейік. Яғни бұл жерде for k-1-ден бастапқы сәні -1-ден 6-ға дейін орындап береді. Экранға сонда -1 менен 6 аралығындағы сандарды экранға шығарады. Екінші жолы k тең 3-тен 3-ке дейін, сонда экранға жалғыз 3 шығады. Үшінші жолы 1-ден 9-ға дейін, бұл 1 мен 9 аралығындағы сандарды экранға шығарып береді. Келесі төртінші жол 3 -1-ден -6-ға дейін, бұл жерде цикл орындалмайды. Келесі k10-нан 6-ға дейін, яғни 10-нан 6-ға дейінгі сандарды бізге экранға кемел түрде шығарып береді. Келесі 0 мен -1 аралығындағы сандарды экранға шығарады, ол бізде 2 сан. Келесі соңғы 1 менен 6 аралығындағы сандарды экранға кемел түрде шығарып береді. Бұл кезде біздің циклымыз орындалмайды. Мысал айтайық, 1-ден 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісін экранға шығарып берейік. Яғни бізде программаның тақырыбы жазылады, сипаттау бөлімінде айнымаларымыз сипаттап аламыз. Бұл жердегі P деп отырғанымыз көбейтіндінің нәтижесі, I деп отырғанымыз бастапқы қадамды көрсететін for параметрінің алғашқы мәні. Яғни 6-дан 1-ге дейінгі кемел түрде экранға осы сандардың көбейтіндісін экранға шығару керек. Яғни write операторын қолданып экранға шығарсақ, нәтиже мына түрде шығады бізде. Назарларыңызға рахмет, 10-шы дәріс аяқталды.